Ақылдылыққа тегесіне жұмыс жасаймыз, деп оны. Так, рационалдық өрнектерді түрлендіру дегеніміз не? Абеке, сізге мындай. Ал. Рационалдық бөлшектерді түрлендіру дегеніміз ол бөлшектерді азайту, қосу, көбейту, бөлу амалдарын қолдану. Жақсы. Енді абеке шықты жасай. Балалар, егер де формуланы айтатын болса, мына жерін тауып айтасыздар, көрсетіп. Қазір формуланы сұраған кезде, көрдіңіздер ме? Мен жазып қойдым сіздерге. Баян. Аха. Жақсы. Сұраңыз. Екі өрнектің қосындысының квадратының формуласы. Екі өрнектің қосындысының квадратын жасайды. Екі өрнектің қосындысының квадратының формуласы. Бар ма бірінші? Іздеп тауып алыңызшы. Көрсетіп, жазып қойыңдар. Екі өрнектің қосындысының квадраттары. Екі өрнектің қосындысының квадраттары бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты тең. Жақсы, ары қарай. Келесі сәденге. Сәденге жақсы. Екі өрнектің қосындысы мен айырмасының көбейтіндісі. Екі өрнек қосындысы мен айырмасының Екі өрнектің қосындысы мен айырмасының көбейтіндісі осы екі өрнектің квадраттарының айырмасына тең. бар ма деп? Формула бар екен. Бар екен? Иә. Жақсы, ары қарай. Екі өрнектің тұстарының айырмасы Осы өрнектің қосындысының толымсыз квадраттарының көбейтіндісіне тең. Не деді? Дұрыс па олар? Мына болдыңдар? Айырмасының қосындысының толымсыз айырмасы олардың қосындысының толымсыз квадраттарының көбейтіндісіне тең. жақсы сұрақ қойған. Бар ма? Бұндай формула бар ма екен? Қара. Қатын ба? Болға тез бәрі. Бар. Жақсы. Келесі сұрақ. Басқа сұрақтарды ойлары қойып едіңіз формуласында. Екі өрнектің қосындысының кубы. Екі өрнектің қосындысының кубы. Баян дәлелге көзді өтейін. Эллипстерге қойғанды. Я сидеть. Так, балалар, аяқтаймыз болды. Бірінші топ, екінші топ. Бұл аяқтаймыз. Ручкамызды қоямыз, аяқтаймыз, балалар. Аңғар. Тыңдаймыз. Қол ережесін сақтайықшы, етасыз. Тыңдаймыз. Бір шамал. Осы екі орындау кезінде біз ақтың қадыртылған бөліктің өрнегін қолдандық. Яғни осы өрнектің айырмасының олардың қосындысының толымсыз квадраттарының көбейтіндісіне. Тыңдаңыздар, сіздер қазір сұрақ қоясыздар, дұрыс деп жатыр ма, жоқ па? Бір шамал сіздер қандай мал болды? Бір шамалда неше шықты? Екі шамалдар бөлдер, сонда біздің теңдігіміз дәлелденді. А1-ден А1 тең болады. Так, біріншісіне неше шықты десіңдер? 27 А минус 1-ден неше шықты? 5. Жақсы, дұрыс па олар? Бөлсеңіздер ма? Дұрыс, жақсы. Екі шамалда бөлдіңіздер, бөліп алғаныңыздар, сонда? Адам 1. Дұрыс, келісесіздер ма? Айтып тұрған қандай формуланы қолданды, қалай істеді, келісесіздер ма? Дұрыс па? Формуласына қандай формула қолдандыңыздар? А-бук азайтылған бұл екі өрнектің кубтарының айырмасы. Екі өрнектің кубтарының айырмасын қолдандыңыздар. Тағы не қолдандыңыздар? Тағы не істедіңіз? Және Жашар жеткішті жашар сыртынан шығарды. орда көз жасасыңыздар. Тағы не істедіңіздер? Осы екі өрнек Қандай амал орындадыңдар? Айтпайсың, жашар шығындағында қандай амал орындадыңдар? Азайтуды қалай орындадыңдар? Азайтуды қалай орындадыңдар? Орта көлге келтірдік. Жақсы. Сонда да түрлі ғой, ортақ бөлімге келтірдік деп. Бізге керек сол ғой, түрлендіру жасаған кезде отырады. Жақсы сол. Так, сіздер сіздерді оқытай ғой, иә? Так, қандай алгоритм сіздер? Қалай түрлендіру жасадық? Рационалды жүйелер қалай түрлендіру жасадық? бірінші шамал біз яғни нашаны ашуға
Жақсы, дұрыс. Мындай. Бөліп алынған орында оларды қысқартамыз. Дұрыс. Шамалы, Енді сіздерде бір шамалы еш шыққан